790 есебіміз қазір әкесі 34 жаста. Ал баласы 11 жаста. Неше жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе артық болады деді. Әкесі 1 жасқа қосқанда, ұлы да 1 жас қосып отырады, қандайда бір x жасты қосып отырады. Енді неше жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе үлкен болады дейді. Яғни 2-ге көбейткенде 2 жақ теңеседі деп сұрап тұр. Енді осы жерден x табылайық. 34 қосылған x тен 22 қосылған 2x. 34 азайтылған 22 тен 2x азайтылған x. Сонда x-тің нәтижесі тең болады 12. Яғни 12 жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе артық болады екен. 791 есебіміз мотор құрастыратын цех жұмысшылары тапсырманы берілген мерзімде орындау үшін күніне 6 мотор құрастыруы керек еді. Күніне 6 мотор құрастырады, қандай да бір x күнде. Олар күніне 2 моторды артық құрастырып, тапсырманы берілген мерзімнен 3 күн бұрын орындады. Күніне 6 мотор жасаушы еді ғой. Енді оған 2 мотор артық құрастырып жасаған. Сөйтеді де, ол берілген бір x күннен 3 күн бұрын бітіреді. Күнде бітіреді. Сонда мотор құрастыратын цех жұмысшылары тапсырма бойынша барлығы неше мотор құрастырулары керек еді. Сонда 6 моторды x күнде орындайды, бірақ олар 8 мотордан орындап, мотор деп жазбай қойшы. 8 мотордан орындап, x азайтылған 3 күнде бітірді. Енді осы жерден x табылайық. Сонда 6x тен 8x азайтылған 24. 6x азайтылған 8x тен бізде минус 24-ке. Минус 2x тен минус 24. X-тің нәтижесі тең болады бізде 12-ке. Сонда 6 моторды 12 күнде жасайды. Барлығы неше мотор құрастырулары керек еді дейді. Сонда бір күнде 12 мотор жасайтын болса, 6 күнде, жоқ 12 күнде, бір күнде 6 мотордан жасайтын болса, 12 күнде ол 12-ні көбейтеміз 6-ға 72 мотор құрастырады екен. Келесі 793 есептің біріншісін шығарайық. 4x қосылған 5, 3 азайтылған 2x тен 5 азайтылған 11x. 4x-тің өзін жазып қоям. Жақшаның ішін ашып шығамыз. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15-ке тең азайтылған 10x болады. Тен 5 азайтылған 11x. Әріпті өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жинастырамыз. 4x-тан 10x-ті азайтатын болсақ, минус 6x қосылған 11x тен 5 азайтылған 15 болады. 6x-тен минус 6x-ке 11x-ті қосатын болсақ, 5-ке тең болады. Онда 5x тен минус 10. X тен минус 10 бөлінген
нәтижесі тең болады минус 2-ге. Келесі екінші есебін шығарайық. 19 азайтылған 2, 3, x қосылған 8 тең 2x азайтылған 37. 19 санын өзін жазамыз. Минус 6x минус 16 тең 2x минус 37. 19 санынан 16 санын азайтатын болсақ, 3-ке тең болады. Сонда минус 6x минус 2x тең минус 37 азайтылған 3. Сонда минус 8x тең болады минус 40-қа. Сонда x тең минус 40 бөлінген минус 8, x тең болады 5-ке. Келесі үшінші есебін шығарайық. 8x қосылған 3, 7 азайтылған 2x тең 4x қосылған 3. 8x қосылған 21 минус 6x тең 4x қосылған 3. Азайтатын болсақ 2x болады. 2x азайтылған 4x тең 3 азайтылған 21. Азайтатын болсақ минус 2x болады тең минус 18 болады. Минус 18-ге. Сонда x тең минус 18 бөлінген минус 2. X-тің нәтижесі 9-ға тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 23 минус 4, 3x қосылған 8 тең 1 азайтылған 17x. 23 сан өзіне жазып қоямыз. Минус 12x минус 4-ті 8-ге көбейтетін болсақ 32-ге тең болады. Тең 1 азайтылған 17x. Так. 23-тен 32-ні азайтатын болсақ 9-ға тең болады. Сонда минус 12x қосылған 17x тең 1 қосу 9 болады. Азайтатын болсақ, нәтижесі 5x-ке тең болады. 5x тең 10-ға. Сонда x тең 10 бөлінген 5 нәтижесі тең болады екен 2-ге. Келесі 794-ші есептің біріншісін шығарайық. X азайтылған 5 бөлшектің бөлімінде 4-ке тең. Тең 7 азайтылған 2x азайтылған 11 бөлшектің бөлімінде 3-ке тең. Ортақ бөлім береміз. 12 санынан 7-нің бөлшектің бөлімінде 1 бар деп есептейміз. Сонда 3-тен береміз, 12-ден береміз, 4-тен береміз. Бөлшектің бөлімін тастап кетсек болады. Сонда 3-ті көбейтеміз. X-ке 3x болады. Азайтылған 15 тең 12 санын 7-ге көбейтетін болсақ 84-ке тең. Азайтылған 8x 2 минуспен плюс болып кетеді, 44-ке тең болады. Енді әріпті өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жинақтап жазамыз. 3x қосылған 8x тең 84 санына 44 санын қосатын болсақ 128 қосылған 15. Екеуін қосындысы 11x-ке тең болады. 11x тең 3. Так, 3-ке тең болады 4 болады. 143 болады. Сонда 143-ке тең болады екен. Сонда x тең 143 санын 11-ге бөлетін болсақ, x-тің нәтижесі тең болады 13-ке. Келесі екіншісін шығарайық.
5 қосылған бөлшек 7x азайтылған 12 бөлшектің бөлімінде 3 тен x қосылған 13 бөлшектің бөліміне 3 деген ортақ бөлім береміз. 3-тен болады. 3 бөлшектің бөлімін тастап кетсек болады. 3-ті 5-ке көбейтетін болса 15 қосылған 7x минус 12 тен 3x қосылған 39. Әріпті өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жазамыз. Тен 39 азайтатын болсақ 3-ке тең болады. Минус 3 болады. Так, 4x тең 36-ға. X тен 36 бөлінген 4 нәтижесі тең болады бізде 9-ға. Келесі үшіншісін шығарайық. 2 азайтылған 7y бөлшектің бөлімінде 6 қосылған 4y қосылған 7 бөлшектің бөлімінде 3 тең минус y бөлінген 2. Ортақ бөлім 6 санынан береміз. Так, 2 болады, 3 болады. Бөлшектің бөлім тастап кетсек болады. 2 азайтылған 7y қосылған 8y қосылған 14 тен минус 3y. Әріпті өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жинақтап жазамыз. Сонда y қосылған 3y болады тең қосатын болсақ 16, яқа минус 16 болып өтеді екен. Сонда 4y тен минус 16. Y тен минус 16-ны 4-ке бөлетін болсақ, минус 4-ке тең болады екен. Келесі 4-ші есебін шығарайық. 7y азайтылған 1 бөлшектің бөлімінде 12 азайтылған y қосылған 1 бөлшектің бөлімінде 4 тең 2y қосылған 5 бөлшектің бөлімінде 3 санына тең болады. Ортақ бөлім 12 болады. 3-тен береміз, 4-тен береміз. Бөлшектің бөлімін тастап кетсек болады. Сонда 7y азайтылған 1 азайтылған 3y минус 3 болады. Тен 8y қосылған 20. Біріктірейік, сонда 4y минус 8y тен 20 минус 4, неға минус плюс 5, плюс 4 болып өтеді. Сонда азайтатын болсақ минус 4y тен 24-ке. Сонда y тен 24 санын минус 4-ке бөлетін болсақ, минус 6-ға тең болады екен.